жалпы әлемдегі ең діни мемлекеттің бірі ақш. Біздің кейбір азаматтар не десе о десін, Құдайға сенетін азаматтардың саны жөнінен Америка көш бастап тұр, араб елдерімен қатар. Енді байқасаңыз, ақштың президентінің әрбір сөзі Құдайым Американы қорғай көр деген сияқты мәселелермен аяқталады. Ол ойын емес. Ол халықтың жағдайы, ол халықтың сондай түсінігі. Америка дейтін оның халқы да өздеріне бір ерекше бір құрметпен қарайтын, өзін-өзі мақтанатын бір тұсы, біз Құдай берген мемлекетпіз дейді. Біз әлемнен ерекшеміз. Біз енді бір үлкен миссиясы бар мемлекет қой. Сондықтан әр президент аузынан Құдайды тастамайтыны, парламентінде де, басқада да Құдайға жиі сілтеме жасайтын да осыдан. Сондықтан президент енді мен білсем өзінің сөздерін көбіне көп көмекшілер дайындаса да өзі түзейді, өзі күзейді. Бірақ енді халықаралық дәрежедегі дипломат болғаннан кейін әр елдің менталитетіне сай дүниені айта да біледі, оны қоса да біледі. Оны өз басым тек қана жалпақтау немесе жағын кісі келді деп есептеуге болмайды. Ол сол елдің менталитетіне сай сөйлеп отыр. Араб елдеріне барсаң, мысалы үшін сөзіңді ассаламағалейкумнен бастайсың ғой. Бұл да сол сияқты. Иә, сол сияқты дүние бір жағынан. Екінші жағынан қараңыз, НАТО-ның саммиті болды. Бүкіл елдердің президенттері кезек-кезек мақтады, әрқайсысы Нобель сыйлығына ұсынды деген сияқты. Әр ел Американың енді әлемдегі көшбасшы мемлекет екенін біледі. Оның президентінің психологиялық, басқа да мүмкіндіктерін анық зерттеп болды. Қазір өткенде талай елдің әлемдік баспасөзде жүр ғой мақалалар. Еуропаның президенттері бірімен ақш-қа барардың алдында келісіп алатын көрінеді. Қытығына тиетін сөз айтпай-ақ қояйық, мақтай салайық, артық әңгіме айта берейік деген сияқты. Трампты мақтап жатқан жалғыз орталық Азия елдерінің басшылары емес. Жоқ. Мерц те мақтап жатыр, басқа да мақтап жатыр, Эрдоган да мақтап жатыр, басқалар да мақтап жатыр. Жоқ, енді егер саған сен осыдан ұтатын болсаң, осының арқасында саған көңілі жылып кететін болса, неге оны пайдаланбасқа? Бұл мақтау емес, дипломатия. Дипломатия. Енді егер Қазақстанның ұпайын қазақ дипломатиясын мүмкін арттыру керек болса, Құдай берген десек, Құдай берген дейік. Ұлы мәртебелі десек, ұлы мәртебелі дейік. Одан еш жеріміз сынып кетті. Нобель сыйлығын беретін болсақ, берейік. Бізде ұсынып жіберейік керек болатын болса. Түсінікті.